Ал бүгінгі видеода мен сендерге читерский аккаунт көрсетемін. Ал ендеше видеомызға кеттік. Бәріне сәлем, сендермен бірге мен ардайым Брал Кейзет арнасы. Бүгінгі видеода мен сендерге өздеріңіз экраннан көріп тұрғандарыңызды читерский аккаунтты көрсететін боламын. Бірақ та видео басталмас бұрын лайк басып мені қолдауды ұмытпаңыздар. Ал ендеше мен оған обзор жасайтын боламын осы читерский аккаунтқа. Бұл жерден сіздер не көріп тұрсыздар? Менде 1000 кубок, бірақ та бұл бар. Бұның қазір мен сіздерге өзімнің дәлелімді көрсетемін. Мен ешқандай да 3000 кубокқа жетіп оны сілтеген жоқпын. Яғни кеше менің үйіме ағам келді. Ол ағама айттым, Brawl Stars скачать саған. Бұл өте керемет ойындардың бірі болып саналады дедім. Ол Brawl Stars ойынын скачать етті. Яғни ол бұрында бұл ойынды ойнаған екен. Сол кезде динамикпен бос, сондықтан түсетін болды. Қараңыздар, просто бұл өте керемет. Екеуінде де пассивкасы бар. Енді пассивка, динамикте пассивка жоқ, бұда бір пассивка бар. Еще блин, достар, мен бұған өте қаттан қалдым. Қараңыздар, динамикқа жетпеген, бұға жетпеген. Ал енді максимальный трофей кубканы қараңыздар, 1115. Яғни бұл жетпеген. Бұл менің дәлелім болып саналады. Ал енді мен хат өте қаттан қалып тұрған. Еще бұлар до конца улучшенный болып тұрды. Естіп тұрды, прям естіп по конца улучшенный болып тұрды. Енді достар, осы видеоға 20 лайк жинапсайықшы, блин. Өйткені енді бұндай қазақ ютубында болмаған бұл контент. Яғни болған шығар, или білмеймін, мен байқамай қалған шығар. Енді бұл өте керемет аккаунттардың бірі болып саналады достар. Сондықтан да сіздер бұған лайк басып мені қолдауларыңыз керек. Ал енді достар, бұлайша айтқанда, енді бұл аккаунтта енді бұл видеоны, яғни Supercell компаниясы көрсе, мен забанить етіп мүмкін бе? Білмеймін, еще бұның астында өзгертуге болады емес болатыны. Ал егер де өзгертуім келіп тұр, мен яғни бұл аккаунтқа қандай ат қойық? Осы видеоның астына комментарияға жазып кетіңіздер. Ал мен соның ішіне ең осы аккаунтқа мықты ат болса, мен сол атты қоятын боламын осы аккаунтқа. Ал енді достар, мен бұлмен бір катка ойнайын деп тұрмын, яғни пассивкасы көрейін деп тұрмын. Бұның пассивкасы өте керемет столкновенияға келеді. Ал енді біз былай жатқанда қазір бойымызды ойнаймыз. Ал ендеше бойымызға кеттік. Ал достар, міне біз өзіміздің бойымызға да келіп жеттік. Енді достар, мен сендерге айтам, бұның пассивкасы өте керемет. Неге мен бұның пассивкасы керемет деп айттым? Себебі сіздер бұның пассивкасымен алыста 2 метр қашықтан ба 3 метр қашықтан бойсыларды көре аласыздар. Бұл өйткені яғни өте керемет. Алыстағы сіздерге енді яғни ешкім крис ете алмайтын болады. Өйткені сіздер бұлмен алыстағы нелерді көре аласыздар, егер де пассивкаларыңыз болса. Таксымда елпірем жүр. Қисыға жеріппін. Таксымда елпіремоны қазір біз өлтіруге тарысамыз. Өйткені мына бір елпіремі біз өлтірейін деп жүр. Таксымда ультамызды қоямыз, естіп ультамызды. Ал енді ол біздің ультамызға түсті де өлді. Енді уже атымдар тезер көл қалды, уже бізде уже столкновение болайын деп атты. Такс барып біз оны қазір өлтіруіміз керек. Такс біз яғни прокпен қалып біз енді бұны өлтіреміз. Просто топ бір алдық. Енді бұл өте керемет. Плюс 10 кубок нормально. Ал енді өте керемет. Бұл маған өте қатты ұнады. Мен спокойно бұмен ұттым. Ал енді достар, кімге бұл видеоны лайк басып, каналға тіркеліп, әрине колокольчикке басып мен видеомды өткізбес үшін мені қолдаңыздар. Ал енді бұл видеоны тағы осы аккаунтта ойнасын десеңіздер, бұл видеоға 25 лайк жинайық достар. Мен сіздерден бұншама лайк ешқашанда сұраған емеспін. Енді 25 лайк дегеніміз сіздер қолданыңыздар келеді. Мына аккаунтта Пайпер бар достар, Пайпер. Енді Шелли да бар, енді звездный скин Шелли. Енді кімде звездный скиннің Шелли бар, сол комментарияға жазып кетсін. Ал енді келесі видеода сіздермен бірге енді қауышқанша, сіздермен бірге келесі видеода көріскенше.